Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Аяла тәттілері. Бүгін осындай детский торттың метрика оформлениесін жасаймыз. Бұл видео өте пайдалы екеніне сенімдімін. Сол себепті соңына дейін көруіңізге кеңес беремін. Мен Пакнар немесе Авалета мастикасын қолданамын. Екеуінің де сапасы өте жақсы. Мастиканы жақсы жайлы үшін және тез кебу үшін кукурузный крахмал қолданамыз. Баланың бойын жасаймыз, яғни неше сантиметр болып туылғанын жасаймыз. Ол үшін дәл видеодағыдай рулон жасаймыз. Енді достар, уақытын осылай дәл видеодағыдай етіп су жағып, как будильник сияқты сағат жасаймыз. Күнтізбесін жасаймыз. Осы күнтізбеге моншақтарды суды жағу арқылы жабыстырамыз. Осы күнтізбеміз өте әдемі көріну үшін осылай дәл видеодағыдай бетіне тағы да бір мастиканы қойып, дәл осылай қайырып қоямыз. Сол кезде біздің күнтізбеміз өте әдемі көрінеді. Бұл тортты мен қыз балаға жасағандықтан атын Гүлге жаздым. Дәл осындай насадка қолдандым. Оңай әрі ерекше рецептер жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Міне достар, біз барлық әріптерімізді осылай қойып алдық. Мен бабочкаға, яғни сәндеуге осындай молд қолданамын. Осындай әдемі бабочка болады. Бұл тортқа ерекше әдемілік береді. Тортымыз детский оформление болғандықтан мен осындай молдқа шоколадты құйып, осындай мүсіндер жасадым. Яғни осындай аттың формасы, конструктордың формасы, аюдың формасы және машинаның формасын жасадым. Осының үстін кондуринмен боядым. Сіздерге ссылкасын қалдырып кетем, кондуринді қалай дайындау керек екенін. Міне достар, осындай формалар тортымызға ерекше сән береді. Жазуларын дәл осылай қойып шықтым. Және бойын, салмағын, уақытын және күнін қойып алдым. Арасына бағанағы шоколадтан жасаған формаларымды қойып шықтым. Өте әдемі, ерекше оформление болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.